Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. 1959 жылы Казму-дың геология факультетін бітірген. Максим Горький атындағы әдебиет институтында оқыған. 1962-1971 жылдары Казахстанская правда газеті редакциясында бөлім меңгерушісі, Қазақфильм киностудиясы сценарийлік редакциялық алқасының бас редакторы, Простор журналының бөлім меңгерушісі. 1971-1981 жылдары Қазақстан жазушылар одағының хатшысы. 81-83 жылдары Қазақ-КСР кинематография жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы. 1983-91 жылдары Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы. Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің депутаты, Невада Семей қозғалысының төрағасы. 1995 жылдан Қазақстанның Италиядағы төтенше өкілетті елшісі болды. Бүгінде Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы төтенше өкілетті елшісі және тұрақты өкілі. Туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының алғашқы жинағы Арғымақтар 61 жылы шыққаннан кейінгі жылдардан бері Адамға табын, жер енді өлеңдері бүгінгі ТМД елдері халықтарының көптеген тілдеріне, шет тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше рет басылды. Кино-драматургия, әдеби зерттеу саласында да еңбек етіп жүр. Оның жазған сценарийі бойынша Атамекен, Көгілдір маршрут, Қыс қолайсыз маусым, Мұхтар Әуезов туралы сөз, Үндістан сазы, Жастық шақ заставасы, тағы да басқа фильмдер түсірілген. Азия, язык письма атты тілге қатысты зерттеулері жарық көрді. Жыланның шалқуы атты өлеңдер жинағы француз тілінде шықты. Ядролық сынаққа қарсы Семей, Невада қозғалысының Халық конгресі партиясының лидері, Қазақ-КСР Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының 1967 Қазақстан комсомолы, БЛКЖО сыйлығының 1966 жылы лауреаты, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан меценаттар клубының Тарлан сыйлығының 2000 жылғы лауреаты, еңбек, қызыл ту, құрмет белгісі, Октябрь революциясы бірінші дәрежелі барыс 2001 жылы, отан ордендерімен көптеген медалдармен марапатталған. Әзірбайжан Республикасының Шухрат орденімен, Украинаның Ярослав Мудрый, Шешен Республикасының, Францияның және Ресейдің достық ордендерімен марапатталған.